Көптен күткен домбыра күніне арналған концертіміз өте жоғары деңгейде өткізілді. Ата-аналарымыз да, оқушыларымыз да дән риза. Жансұлу апайдың ұйымдастыруымен өткізген бұл концерт өте жоғары деңгейде өтті. Мектебіміздің есінде қалар концерттің бірі болды десек те артық емес. Концертке қатысқан оқушыларға өте қызықты болды. Күшті болды, я қатты қуанып тұрмын. Нұрбиба, кешір, мен сені басқаша қабылдап қалыппын. Мен ойладым, сен ана басқа оқушылар секілді тупой қыз деп ойлағам. Негізінде сен әдемі, жақсы екенсің. Дай дос болайық. Осы концерттен соң Нұрбиба мен Айсұлу бір-бірін жақынырақ танып, өте жақсы дос болып кетті. Концертті абыроймен атқарып, Жансұлу апайымыз демалып отыр. Қыздардың кеше ұйымдастырған жоспарлары концерттен кейін болатын. Концерт бітті, енді қыздарымыз жоспарына кірісті. Міне осы судың ішіне дәрі қосайық. Сымба, сен дәрі әкелдің ба? Иә. Мен сен қосып, мен қосып тұрмын. Кеттік апай. Болды, енді дайын. Айша, сен осыны апайға апаршы, басы алып тұрған еді. Апай шөлдеп қапсыз ғой, су ішпеңіз. Рахмет, Айша. Ой, басым ауырып отыр ғой.